Қайырлы күн, достар. Былтыр Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіздік бәрінен қымбат бағдарламалық мақаласында біз кезінде елге қызмет етудің озық үлгісін көрсеткен алаш қайраткерлерінен тағылым аламыз. Олар өткен ғасырдың басында тәуелсіздік идеяларын халық арасында дәріптеуге зор еңбек сіңіріп, азаттық жолында құрбан болды. Тәуелсіздігіміздің мерейтойы аясында осындай біртуар тұлғаларды еске алып, олардың мұрасын жастарымызға және бүкіл әлемге паш етуіміз керек. Алаш арыстарының асыл мұрасын игеру жалғаса беруі тиіс деп нақты айтып өтті. 2022 жыл қазақ жұртшылығы үшін атаулы жыл болды. Соның бірі алаш ардагерлері аңсаған, қазақ елінің азат күнге жетуінің бастамасы болған алаш қозғалысына 105 жыл толып отыр. Тарих бетінде өшпес із қалдырған оқиғаға орай кітапханамыздың оқу залдары бөлімінде алаш қозғалысы және қазақ ұлттық идеясы атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Көрмеде өткен тарихтың шынайы куәгерлері, құнды архив құжаттары, ұлттың рухани жаңғыру мәселелеріне қатысты алаш қозғалысының азаттық жолындағы азапты да тар жол тайғақ кешуін баяндайтын материалдар ұсынылды. Дихан Қамзабекұлының Алаш арқауы атты зерттеу мақаласы алашқа арқау болған құбылыстар, тұлғалар, ұйымдар, жиындар, ізденістер мен оқиғалар туралы әр жылдары баспасөз бетінде жарияланған зерттеулер мен мақалалар енген. Кітап ұлт руханиятын ынтызар жалпы қауымға арналған. Тұрсын Жұртбайдың біртұтас алаш идеясы жинағына автордың біртұтас алаш идеясының қалыптасуы мен даму жолын пайымдаған және сол қасиетті аңсарлы идеяның бүгінгі қоғамымыздан алуға тиісті орны туралы еңбектер топтастырылған. Көрнекті жазушы, ғалым, филология ғылымдарының докторы Тұрсын Жұртбайдың тағы бір кітабы «Боль моя, гордость моя, алаш» деп аталады. Бұл трилогия алаш орда қозғалысы қайраткерлерінің жауап алу хаттамалары мен айғақтары негізінде жасалған ғылыми, тарихи және әдеби публицистикалық құжаттар мен материалдар жинағы. Ғалымның келесі бір афсанасы «Ұраным алаш». Алаш партиясы мен алашорда үкіметінің үстінен жүргізілген тергеу ісінің негізінде жазылған. Автор алаш ардагерлерінің тағдырына қатысты 20 жылға жуық жинақталған тарихи құжаттарын тергеу деректерімен жан-жақты салыстыра отыра тың пайымдаулар ұсынады. Жазушы ғалымның 3 кітаптан тұратын бұл іргелі зерттеуі жалпы зиялы оқырманға арналған. Келесі Алаштың ардағы атты Астана руханият баспасынан 2010 жылы басылып шыққан ел танымдық және тіл танымдық жинақ. Жинақта алаш жұртының қасиеті мен қадірін танытатын танымдық ақпараттар ұсынылған. Алашорда қазақ газеті 1913 және 1914 жылдар еңбегі. Бұл кітаптарға қазақ газетінің 1913 және 14 жылы жарыққа шыққан топтамалары түгелде жинақталған. Оларда ұлтымыздың сол кездегі тұрмыс тіршілігі, ішкі және сыртқы саяси жағдайы, экономикалық, әлеуметтік, мәдени, оқу-ағарту, дін мәселелері жан-жақты қамтылған. Сондай-ақ көрмеде мерзімді басылымдар беттерінен қойылған мақалалар алаш қайраткерлерінің, оны қолдаған азаматтардың қоғамның дамуына сіңірген еңбектері дәріптелді. Атап айтқанда, алаш аспанының шоқ жұлдыздары, Әлиханның серті және алаш арыстары мақалаларында алаш идеясының қанат жаюына зор үлес қосқан, алайда біз біле бермейтін әлі қаншама арда азаматтар жайлы танымды ақпараттар жарияланды. Құрметті оқырман қауым, азаттықтың алтын таңы үшін жан берген алаш зиялылары туралы оқып, білгілеріңіз келсе, кітапханаға келіңіздер. Сіздерді әрдайым күтеміз. Назарларыңызға рахмет.